у нас ряд журналистов хорошо, активно освещали, особенно ход подготовки парадного мероприятия. Вот такие, Жанарың, Жаке ханым. Такие и Жаке. Такие Жаке, сюда вставайте. Соларды енді біз Қазақстан Республикасының президентінің атынан арнайы алғыс беріліп отыр. Осындай құрметке лайық деп сіздерді бағалады. Бізді жаңағы президенттің баспасөз қызметі жалпы біздің жоғарғы бас қолбасшымыз сіздерді жақсы қолдап отыр. Сондықтан еңбектеріңізге үлкен алғысын білдіре отырып, осы алғыстарды біріншіден сізге рұқсат етіңіздер. Қазақстан Республикасының президенті алғыс Тимур Нұрлыбекұлы Асылхановқа. Ұлы Отан соғысындағы жеңістің 80 жылдығына арналған ұлы жеңіс ерлікке тағзым ұрпаққа үлгі әскери парадын дайындауға және жоғары деңгейде өткізуге ат салысқаның үшін сізге алғысымды білдіремін. Бүгінгі бейбіт күн кешегі даңқты батырлардың өшпес ерлігінің жемісі. Бұл маңызды шара ел рухын көтеріп, өскелең ұрпаққа үлгі болары сөзсіз. Өзіңізге зор денсаулық, жұмысыңызға толайым табыс тілеймін. Құрметпен, Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев. За подписью президента. Спасибо большое. Сондықтан біз өзіміздің қарулы күштердің басшылығы атынан, жалпы барлық жеке құрамы атынан Динара Сатжан ханымның шығармашылық ұжымына әскери парадты дайындық кезінде белсенді насихаттаған үшін және де парад кезінде де белсенді түрде шығармашылық тұрғыда ақпараттық материалдар жариялау үшін үлкен алғысымызды білдіреміз. Сіздердің еңбектеріңіз ұшан теңіз. Әсіресе Тимур мырза әрбір әскери бөлімге барып, әрбір сарбаздармен біздің ұлттық қорғаныс университеті бар, басқа да әскери оқу орындары бар, әскери бөлімдері бар. Солардың барлығына күн түн демей өзі жеке барып, әскерлердің өмірлерін егжей-тегжейлі баяндап жүрген үшін еңбек үлкен зор. Сондықтан Тимурдай азаматтарымыз мол болсын, бұл әскердің абыройын, имиджін арттыратын азаматтар осындай болсын дейміз. Рахмет. Работаем ради наград.